Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай үгітілмелі печенье әзірлейтін боламыз. Келесі рецепттерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бізге печенье әзірлеу үшін сары май, жұмыртқа, майонез, қант, қопсытқыш және ұн қажет болады. Достар, тереңдеу ыдысқа сары майды, майонезді, бір жұмыртқаны және қантты салып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше араластыру керек. Достар, сіздерге де осы печеньені әзірлеп көруге кеңес беремін. Өте дәмді және жасалуы өте оңай. Үйде бар азық-түліктермен жасайсыз. Келесі кезекте бір шай қасық қопсытқышты салып, үстіне ұнды електен өткізе отырып саламыз. Мен 200 грамм ұнды қолдандым. Барлық ұнды бірден салып жібересіздер. Одан кейін барып жақсылап лопаткамен немесе қасықпен араластырасыздар. Менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, бізде ұнды араластырған кезде сондай қоймалжың, қатты қою емес, қатты сұйық емес, сондай қамыр болады. Міне қарасаңыздар, біздің қамырымыз дайын. Келесі кезекте кондитер пакетіне немесе үйдегі кез келген бір рет қолданылатын пакетке салсаңыздар болады. Мен бүгін осындай насатканы қолдандым. Егер сіздерде насатка болмаса, қолданбай ақ қойсаңыздар да болады. Мен әртүрлі пішін жасау үшін осы насатканы қолдандым. Видеода көрсетілгендей етіп жасап, ішіне дайын болған қамырымызды саламыз. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Достар, бұл печенье өте тез дайын болады, 20 минутта пісіп шығады. Менің балаларыма қатты ұнады, сіздер де әзірлеп көріңіздер. Пакетімізге барлық қамырымыз салып болғаннан кейін міне жақсылап нығыздап аламыз. Противенге тефлоновый пакет, болмаса кез келген пергаментті төсеп, осылай печенье формаларын жасаймыз. Кез келген пішінде жасауға болады. Егер сіздерде насатка жоқ болса, пакетпен жай ғана дөңгелекше қылып жасауға да кеңес беремін. Достар, мінекей қараңыздаршы, формалар дайын. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 20 минутта пісіріп аламыз. Печеньенің арасын осылай алшақ-алшақ қоюға кеңес беремін. Мінекей аз ғана уақыттың ішінде біздің печеньелеріміз дайын болды. Достар, келесі кезекте менің каналымнан рецепттерді бірінші болып көру үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Достар, қараңыздаршы, мені ыстық күйінде өте иісі керемет, дәмді, балаларыма қатты ұнады. Сіздерде дайындап көріңіздер, кеңес беремін. Керемет печенье болады. Печеньенің құрамы көп азық-түлікті қажет етпейді. Кез келген үйден табылатын азық-түлікпен жасай беруге болады. Ең соңында осылай қант ұнтағын сепсеңіздер де, сеппесеңіздер де болады. Бетіне әсемдік үшін мен септім. Келесі кезекте маған қолдау көрсету үшін осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Комментарий бөліміне менен келесіде қандай рецепттер күтесіздер, сол жерге жазуларыңызды сұраймын. Достар, сіздермен болған Назерке.